Биыл төл теңгенің айналымға енгеніне 30 жыл. Ұлттық валюта күні қарсаңында елордада теңге тәуелсіздік символы атты көрме ашылды. Экспозицияға 200-ден астам экспонат қойылған. Келушілер назарына теңгенің алғашқы үлгілері, инвестициялық және коллекциялық монеталар ұсынылды. Еске салайық, ұлттық валютаның ең бірінші данасы Ұлыбританияда шығарылғаны белгілі, ал алғашқы қазақстандық монеталар Германияда соғылды. Біз Қазақстанда жаңағы дизайнның алғы шартын өзімізде жасадық. Лондонда желтоқсан айының ортасында мен сол теңгенің сигнал экземплярларына қол қойып өндіріске енгіздік. Біздің жаңағы шығарған банкноттың качествосы ол үлкен жаңағы банкнот шығаратын фабрикалардың өнімдерінен әлдеқайда жоғары болды. Сөйтіп біздің теңге сапасы бойынша 94 жылы Ұлыбританияның төрайымының жаңағы алтын медаліне ие болды. Көп ұзамай 1995 жылы Қазақстанда ақша басатын фабрика ашылды. Өзімізде шыққандарының да сапасына мін түспеді. Халықаралық банкнот қауымдастығы 2011, 2012 және 2013 жылдары теңгені әлемдегі ең үздік қағаз ақша ретінде таныды. Қазақстан бұл байқауды 3 мәрте жеңімпаз атанған жалғыз мемлекет. Теңге бүгінге дейін осы текті халықаралық байқауларда түрлі марапатқа ие болуда. Біріншісі ол жаңағы қоғамдық, себебі әр адам өзі ешқандай құрылғысыз оны білу керек. Қараған бұрышты өзгертсеңіз, ол өзінің түсін өзгертеді. Екіншісі, дүкендерде UV лампа деген сияқты, кей кезде инфраред дейді құрылғылар, солармен тексереді. Үшінші деңгей эксперттік криминалистік деңгей деп атауға болады. Күйіктің ішінен осы ақша, мысалы 20 мыңдық немесе басқа деңгейдегі ақша деп оны біле аламыз. Төртінші деңгей ол тек қана ұлттық банк білетін өз элементтер бар. Оны қазір айтады нанотехнология. Әл-Фараби, Сүйінбай, Құрманғазы, Шоқан, Абай, Әбілқайыр және Абылай хан, еске салайық, ең алғашқы теңгенің қасбетіне елдің мәдени, саяси өмірінде өшпес із қалдырған тарихи тұлғалардың бейнесі басылған. Екінші серия Әл-Фараби деп аталады. Кейін бәйтерек деп аталатын үшінші буыны шығарылды. Қазір ұлттық валютаның 4-ші толқыны айналымда жүр.